ертегі қазақ халық ауыз әдебиетіндегі атадан балаға мұра ретінде беріліп, ерте заманнан бастап бүгінге дейін даму, өсу, толысу үстінде келе жатқан асыл мұра. Ертегі жас ұрпақты тәрбиелеуге мол әсерін тигізеді. Жануарлар туралы ертегілер жанрында берілген Қотыр-торғай ертегісінде Қотыр-торғайдың кекшілдігі көрініс тапқан. Кекшілдік қызғаншақтық, рухани шыдамдықтың бір көрінісі. Кек сақтауға болмайды. Кекшілдік жақсылыққа апармайды. Қотыр-торғай. Бір Қотыр-торғай шеңгелге қонып отырғанда, жарасының қара қотырланған аузын шеңгелдің тікенегі сыдырып кетіпті. Торғай: "Қап, бәлем, сені ешкіге айтпасам ба?" деп ашуланып ешкіге келіпті. Ешкі, ана шеңгелдің сылдырмағын неге жемейсің? Сондаған ешкі: "Мә, оны жемек түгіл, өзім лақтай алмай жатырмын" депті. Торғай: "Қап, бәлем, сені қасқырға айтпасам ба?" деп қасқырға келіпті. Қасқыр, ана ешкіні неге жемейсің? "Оны жемек түгіл, байдың жабағысын таусалмай отырмын" депті қасқыр. "Қап, бәлем, сені жылқышыға айтпасам ба?" деп торғай жылқышыға келіпті. Жылқышы, ана қасқырды неге соғып алмайсың? Жылқышы: "Оны соғып алмақ түгіл, өзімнің ұйқым қанбай жүр" депті. "Қап, бәлем, сені байға айтпасам ба?" деп торғай байға келіп: Байеке, ана жылқышыңды неге ұрмайсың?" депті. Бай: "Оны ұрмақ түгіл, өзім қоспамды таусалмай отырмын" депті. "Қап, бәлем, сені тышқанға айтпасам ба?" деп торғай тышқанға келіпті. Тышқан, байдың қоспасын неге жемейсің?" "Оны жемек түгіл, өзім інімді қазалмай жатырмын" депті тышқан. "Қап, бәлем, сені балаларға айтпасам ба?" деп балаларға келіп: Балалар, ана тышқанды неге ұрып алмайсыңдар?" депті. "Оны ұрып алмақ түгіл, өзіміз асығымызды ойнай алмай жатырмыз" депті балалар. Торғай: "Қап, бәлем, сендерді кемпірге айтпасам ба?" деп кемпірге: Кемпір, ана балаларға неге ұрыспайсың?" депті. Кемпір: "Оларға ұрыспақ түгіл, өзім жүнімді сабай алмай жатырмын" депті. "Қап, бәлем, сені құйынға айтпасам ба?" деп торғай құйынға келіп: Құйын, кемпірдің жүнін неге ұшырмайсың?" депті. Ергіп жүрген құйын құйғытып келіп кемпірдің жүнін ала жөнелтті. Кемпір келіп балаларға ұрсыпты. Балалар тышқанды ұрыпты. Тышқан байдың қоспасын жепті. Бай жылқышыны ұрыпты. Жылқышы қасқырды соғып алыпты. Қасқыр ешкіні жепті. Ешкі шеңгелдің сылдырмағын жеп, Қотыр-торғай осылайша шеңгелден өшін алған екен дейді. "Қап, шеңгелдің түк жазығы жоқ еді. Соны айтамын, оның кесірінен ешкі жазым болды." Торғайдың өзі кінәлі ғой. "Я, торғайдың өзі икемсіз еді"